Альберт Болотовтың желді роторлы турбинасы, оның жетілген аэродинамикасымен бірегей автоматты жүйесінің арқасында энергияны басқа агрегаттарға қарағанда 3-4 есе көп шығарады. Олар кең диапазонда секундына 1,8-ден 60 метрге дейінгі жел жылдамдығында жұмыс істейді. Олар үшін бақылау жүйесі мен бағдарлау механизмі қажет емес, қысқа мерзімде өзін-өзі ақтайды. В резиденции президента Республики Казахстан 2010 жылдан бастап Қазақстан президентінің резиденциясын энергиямен қамтамасыз етіп отырған Қызылжар атты 3 энергиялық кешенді жүйе жұмыс атқарып келеді. Оның авторлары мен орындаушылары оның табысты жұмыс істеуіне бар ынталарын салуда. Делают все возможное для успешного развития проекта, а судьба его находится в руках лиц, принимающих решения. Болотовтың роторлы турбин кешені жеке модульдерден тұрады. Статор сыртында, ал ротор конструкцияның ішінде. Модульдер арасында айналмалы біліктер орналасқан. Генератор төменгі жағында орналасқан. Себебі сол жерде онымен жұмыс жасау жеңіл. Төменгі жағына күн панельдерін орнатуға болады. Сонда ол кешенді энергетикалық жүйе болып шығады. Құрылғы күні түні және ауа райына қарамастан электр қуатын бере алады. Оның жұмысы дыбыссыз. Сондықтан оталдырғыш станцияларды тұрғын аймақтарына орналастыруға болады. Болотовтың жел генераторлы турбин конструкциясы қатты дауыл мен борандарға төтеп бере алады. Оған ірі фундаменттер қажет емес. Құрылғыны модуль мөлшерімен бірнешеуін жинауға болады. Қазақстанда 50-ге жуық турбин орнатылған, және олар табысты жұмыс пайдаланылуда. Алғашқы нұсқалар 1998 жылдан іске қосылған.